Hayırlı gün okuşlar. Onlar sağlığımıza hoş geldinizler. Sağlığımızı başlasın. Darın yorumdan kalın. Sağlığımızı bir sayesinde bu sağlıksa tatlı. Allah, yıldan kapsaman verildi bizge. Dapteri arasında öbürümüzün dapterimizi öbürümüzün dapterimizi bağlar oluyoruz. Жақсы аяқта қолыңыз бар? Жақсы олай болса бері қарай бар. Қазір мен сіздерге бағалау парақшаларын таратып өтемін. Жақсы, назарыңызды маған аударамыз. Сонымен ежемізді тексеріп болып па? Жақсы, бізге бір оқушы оқып берсін, бізге оқушы аян алып бере ғой. Жақсы, осы жаттығудың ішінде бір септігі бар ма екен? Жақсы, қандай сөздер? Жанартау. Тексеріп көрейік. Жақсы, бізге аяна оқып берді. Сонымен жанартаудың қандай сұрақ қойдық? Менің жанартаудың келесі. Жаңғырдым, менің жаңғырдым. Қай септікте тұр? Жақсы, олай болса қазір мен сіздерге бірден бағалау парақшаларын таратып қояйын. Осы бағалау парақшаларына әркім өзінің аты жөнін жазады. Әрбір орындаған тапсырмасында дескриптор бойынша өз бағамызды, балымызды істейміз, қойып отыратын боламыз. Түсіндік па? Яғни үй жұмысын дұрыс орындаса, дескриптор жазып тұр, өзімізге тиісті балымызды істеп қояйық, бағалау парақшасына белгілеп жазып қоямыз. Түсіндік па? Жақсы, ала қойыңыздар. Көршіміздің дәптерін тексердік па? Бір-бірімізді бағаладық па? Өзімізді бағаладық па? Жақсы. Әркім өзінің аты жөнін жазып, бағалау парақшасына өзінің алған балын белгілеп қояды. Түсіндік па? Жақсы. Аты жөнін жазып, бағалау жұмысына өзіміздің тиісті балымызды қойдық па? Жақсы, олай болса келесі тапсырмаға көшейік балалар. Балалар, біз өткен сабағымызды бір қайталап өтейік, иә балалар? Біз сіздермен жеті септік өтіп жатырмыз. Солай ма? Сонымен септік жалғаулар дегеніміз не? Мәтшеледі. Септік жалғаулар дегеніміз не? Септік жалғауларымыз. Жақсы, тамаша тағылыма келеді, септік жалғаулары дегенімізді әлі қандай сабыр? Септік? Өте жақсы, тамаша. Қазақ тілінде неше септік бар? Қазақ тілінде 7 септік бар. Аталған кім не? Оның жалғаулары бар ма? Жоқ. Жалғаулары жоқ. Келесі ілік септік қандай сұрақтарға жоқ? Нұртас. Жалғаулары? Өте жақсы, тамаша. Олай болса, біз сіздермен келесі өтетін жалғау септігіміздің бізде арыз септігі болады. Яғни бұл біздің сабағымыздың тақырыбы арқасы табиғи құбылыстар арыз септігі. Түсіндік па? Ендеше бүгінгі сабағымыздың мақсатын айтқанда болады. Иә балалар, сабағымыз ішіп, балалар ішімізден оқимыз. Естерге қазір түсіндіріп кетеміз. Яғни біз сіздермен мәтіндерді не істейміз? Салыстырамыз және түрлерін қайтеміз? Ажыратамыз. Және сөйлемдердің ішінен нені табуды үйренеміз? Барыс септігін табуды үйренеміз. Және барыс септігінің несін табуды үйренеміз? Жалғауларын үйренеміз.
ажыратамыз, түрлерін ажыратамыз, қандай мәтін екенін, және сөйлемдердің ішінен қай септікте тұрған сөз табуды үйренеміз, барыс септігінде тұрған сөздер табуды үйренеміз, және барыс септігінің жалғауларын үйренетін боламыз. Түсіндік па? Олай болса, келесі видеоға назар аударайық алдымен. Алдымен түсіндіріп кетейік. Барыс септігі бізге барыс септігінде тұрған сөздерге балалар біз кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақ қояды екенбіз. Түсіндік па? Ары қарай. Яғни барыс септігінде тұрған атау септігіндегі сөздерге е, қа, ке, деген қосымшалар жалғану арқылы жасалатын болады. Бұл жалғауларды барыс септігінің жалғаулары деп атаймыз. Түсіндік па? Олай болса, осы алған мәліметімізді толықтырып кетіру үшін біз мына видеоға назар аударып тыңдап алайық. Барлығымыз назарымызды видеоға аударамыз. Негізінде көрініс табады. Барыс септігі дегеніміз не? Барыс септігіндегі зат есімдер кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Барыс септігі сөзге ға, е, қа, ке, на, не, е жалғауларының жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды барыс септік жалғаулары деп атайды. Мысалы, суға, үйге, жауынға, отқа. Түсінікті. Мысалы, аққулар аспанға көтерілді деген сөйлемде қай сөз барыс септігінде тұр? Аспанға сөзі барыс септігінде тұр. Қайда? Сұрағына жауап береді. Жарайсыңдар. Өте жақсы, тамаша балалар. Сіздер түсіндіңіз деген ойдамын. Сонымен қорытындылап жіберейік. Барыс септігі қандай сұрақтарға жауап береді екен? Қандай сұрақтарға жауап береді? Алина, Әнуар, ойдан. Қандай сұрақтарға жауап береді? Маған бір оқып шығарған жауап. Арман. Кімдерге, нелерге, сосын қайда? Жақсы. Қандай сұраққа жауап береді? Кім айтады? Дәулет. Кімдерге, нелерге, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жақсы. Тағы кім айтып жібереді? Алтынбек айта ғой. кімге, неге, нелерге, қайда? Кімдерге, нелерге, қайда? Ендеше барлығымыз бірге айтып жіберейік. Барыс септігі яғни кімге, неге, кімдерге, нелерге, қайда сұрақтарға жауап береді. Қандай жалғаулар жоғалатын болды? Бір оқушы жауап береді. Аяна. Қа-ге, қа-ке. Тағы кім айтып береді? Жақсы. Жақсы, Бақшан айтып жібер. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Енді біз сөйлемдердің ішінен барыс септігін таба аламыз деген ойдамын. Яғни осы берген мәліметтер арқылы біз сөйлемдердің ішінен барыс септігінде тұрған сөздерді қайтеміз, анық анықтаймыз. Жақсы, мына мысалға назар аударып кетейік. Балаға сұрақ қойып берейік. Қайда? Сұрақ қояйық. Кімге? Балаға. Келесі. Неге? Неге? Айдаққа. Келесі. Неге? Күрекке. Жақсы. Сұрақ қою арқылы біз барыс септігінде тұрған сөздерді таптық. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма балалар, біз кітабымызға назар аударайық. Оқулығымыздың 46-шы бетінде, оқулығымыздың 46-шы жақтығына назар аударамыз. 23-шы бетте тұр. 23-шы бетте. Яғни тапсырма сіздерге мәтінді түсініп оқимыз. Мәтінді түсініп оқимыз, содан кейін барып мәтін бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше мәтінімізді оқиық. Ішімізде
Жақсы оқып аяқтадық па? Жақсы оқып аяқтасақ барлығымыз назарымызды маған аударамыз. Яғни біз сіздерге мәтінді оқып шықтық. Мәтіннен не туралы оқыдыңдар? Кім туралы оқыдыңдар? Қол көтеріп жауап береміз. Мәтіннен кім туралы оқыды? Өрт сөндіруші боқ туралы, ит туралы оқыдық, иә? Жақсы. Сұрақ қояды, жауап береміз. Өрт сөндірушілер балаларды құтқару үшін нелерді үйлердің өрт жанып жатқан жерлерге үйлерді жұмсайды? Иттерді жұмсайды. Сондай иттердің бірінің аты қалай аталады? Жалғасы. Дұрыс айтасыздар, не деп аталады? Боқ деп аталады. Боқ бірде қандай оқиғаға тап болды? 2 жасар қыздық. Орындан тұрып жауап береміз. 2 жасар қыздық. Қай қалада өрт болды? Лондон қаласында өрт болды. Кімдер оған бопты жұмсап жіберді? Кімді құтқарып алды? Ақсезім. 2 жасар 2 жасар қызды құтқарып алды, иә? Сонда бізде иттер де көмекші итке. Ал қалай көресіздер? Бұл жанып жатқан өрттің ішіне кіріп шығудың өзі өте үлкен ерік талап етіп қоймай ма? Өрт сөндіруші мамандығы болу да өте қиын. Көрдіңіздер ме? Оларға өрт сөндірушілерге көмекші болған иттер де бар екен, иә? Сондай көмекші иттердің есімінің бірі не екен болады? Боқ екен. Жақсы. Келесі мәтінді оқи қойыңыздар. Қысқа мәтіндерге. Жақсы, аяқтаймыз. Енді балалар, өрт қандай себептерден шығуы мүмкін екен? Қол көтеріп жауап береміз. Бәріміз айтайық. Қол көтеріп. Алтынбек. Электр энергиясын, яғни электрларды дұрыс пайдаланбасақ жақсы. Сосын пеш ақауынан пайда болды екен тағы. Сіріңкемен ойнасам пайда болады. Сіріңкемен өрт біз өзімізге ғана зиян келтірмейміз. Айналамыздағы қоршаған ортаға да қатеміз, зиянымызды келтіреміз. Өрт тілсіз жау. Сондықтан өрттен не істеу керекпіз? Сақ болуымыз керек. Өрттен сақ болуымыз үшін қандай іс-шараларды жүргізуіміз керек? Қалай ойлайсыздар? Нелерді дұрыс пайдалануымыз керек? Мысалы, электр құрылғыларын дұрыс қолдануымыз керек, иә? Сіріңкемен ойнауға болмайды. Газ құрылғыларымен ойнауға болмайды. Жер үйлерде мысалы пеш жағады, иә? Яғни пештің жағатын мұржаларын барлығын тексеріп, үнемі бақылауды жасап отыру керек. Сол кезде ғана біз өрт қауіпсіздігін не істейміз? Сақтаймыз. Өрт қауіпсіздігін сақтай отырып, біз қоршаған ортаға, қоғамға өз пайдамызды тигіземіз. Жақсы, тамаша. Яғни суретте көріп тұрғандарымыздай, бұл бізде қандай ит болды? 2 жасар қызды Лондон қаласында өрт болған жағдайда өрт сөндірушілер көмекші ретінде осындай иттерді не істеген екен? Сонымен 2 мәтінді оқып шықтық балалар. Қандай айырмашылық байқадыңыздар? Екеуі бірінші жайды ұқсастығын табады. Қандай ұқсастық бар? Әнуар дұрыс айтып қойды, екеуі де 2 мәтінде не туралы болды? Өрт туралы болды, иә? Бірінші мәтінге қараңыздар. Екінші мәтінді оқыдыңыздар ғой? 2 мәтінді салыстырып бұл қайсы көркем шығарма, қайсы ғылыми танымдық мәтін? Мәтін жүйе. Ойлан Әнуар, біз өткеніміз. Қайсы көркем шығарма болды? Нұрғали, қайсы көркем мәтін? Ұлан, қайсы көркем мәтін? Біріншісі көркем мәтін, ал екіншісі бізде танымдық мәтін.
өйткені оның авторы бар, иә? Бұл мәтіннің авторы кім? Лев Толстой, иә? Орыс халқының ұлы жазушыларының бірі, ақындары, иә? Ал екінші бізге ғылыми танымдық мәтін. Өйткені оның авторы жоқ, бірақ біз өрттен сақтанудың жолдарын, өрттің шығу жолдарын ғылыми мәтін тілінде бізге жеткізіп айтып тұр. Түсіндік па? Жақсы. Олай болса, бәріміз бүгінгі дәптерімізді ашамыз, бүгінгі жазамыз. Дәптерімізді ашып, бүгінгі жазамыз. Бүгін бізде қаңтардың 27-сі сынып жұмысы. Сабағымыздың тақырыбы бізде барыс септік. Бізге қазір жазылым болады. Яғни біз сіздерге жазылымға тапсырма орындайтын боламыз. Жаздық па бүгінгі күнді? Күнді жазамыз. Қаңтардың 27-сі сынып жұмысы. Барыс септік. Барлығымыз олай болса 47-ші назар ал. 7-ші жаттығуға назар аударайық. 47-ші жаттығуға. Яғни бізге тапсырманың орындалу ретін түсіндіріп кетеді. Айбере оқып жіберіп, қалай орындау керек екенін? Жоқ. Тиісті тыныс белгісін қойып, не істейміз? Көшіріп жазамыз. Одан кейін келесі тапсырмасы қарамен жақсы. Қарамен жазылған сөздерге не істейміз? Назар аударамыз. Оны сөз құрамынан талдаймыз. Яғни түбірін анықтаймыз. Сосын қосымшасын анықтаймыз. Яғни жұрнағын анықтаймыз. Түсінікті ме? Ендеше жазамыз. Барлығымыз тиісті тыныс белгісін қоямыз. Бұл жеке жұмыс болғандықтан әркім өзі орындайды, тыныс белгісін қояды. Қарамен жазылған сөзге назар аударып, барыс септігін анықтаймыз. Қай сөйлемде қандай барыс септігінде тұрған сөз бар екен анықтаймыз. Түсіндік па? Жазыңыз. Сосын барлығымыз сіздермен бірге осы тақтада оны тексеріп орындап көретін боламыз. Түсіндік па? Расыл жазбайсың, 47-ші. Қарамен жазылған сөзге назар аударамыз. Барыс септігі бар ма екен анықтаймыз. Барыс септігінде тұрған сөз бар ма анықтаймыз. Барыс септігінде тұрған сөзді анықтап, оның түбірін табамыз, сосын қосымшасын табамыз. Қосымшаның екі түрі болады, жұрнақ және жалғау. Қай түрі екен? Жұрнақ па, жалғау ма анықтаймыз. Жұрнақ па, жалғау ма анықтаймыз. Жұрнақ па, жалғау ма анықтаймыз.
Жазып аяқтадық па бар? Жазып аяқтасақ кім оқиды бірінші сөйлемді? Әнуар бізге өте жақсы тамаша қатысып отыр. Әнуардан басқа Аяна тамаша қатысып отыр. Одан басқа оқушылар кім? Қане жалғас бірінші сөйлемді оқи қойыңызшы. Жақсы. Адамның киімі өртенсе, суға түскен дұрыс. Қай жерге тыныспенсің ғой? Дұрыс. Адамның киімі өртенсе дегеннен не қандай тыныспенсің? Суға түскен дұрыс. Жақсы. Екінші сөйлемді түсіндіңіз. Ақтода оқи ғой. Жақсы. Қай жерде тыныспен келесіз? Дұрыс Нұрғали. Су болмаса дегеннен не қоямыз? Қандай тыныспен қоямыз? Өтір қоямыз, иә? Өтір қойып, топыраққа аунатып, үстінен құн істеу керек екен, шашу керек екен. Адамның киімі өртеніп жатса, қайда түспеу керек екен сонда? Суға түспекені дұрыс екен, иә? Ал су болмай қалса, құмға не істеу керек екен? Аунап жүру керек екен, немесе құмды не істеу керек? Шашу керек екен, иә? Ол өрттен сақтанудың жолдары екен. Жақсы, қарамен жазған сөздерді бізге айтып жібереді. Гүлдана, қандай қарамен жазған сөздер бар? Суға, сосын топыраққа. Жақсы. Суға деген сөзге сұрақ қояқшы, кім сұрақ қояды? Суға деген сөзге Дәулет сұрақ қой. Неге суға? Түбірі қайсы? Суға дегеніміз не? Жұрнақ па, жалғау ма? Жалғау. Қай септіктің жалғауы? Дұрыс айтасыздар. Ол барыс септігінің жалғауы. Қандай сұрақ қойдық суға дегенде? Неге суға? Түбірі не болды бізде? Суға дегеніміз жалғау. Қай септіктің жалғауы? Барыс септігінің жалғауы. Жақсы. Келесі қандай сөз болды бізде? Сұрақ қойып. Дұрыс айтасыздар. Қандай сұрақ қойдық? Неге топыраққа? Түбірі қайсысы? Түбірі бізде қа дегеніміз ол бізде барыс септігінің жалғауы. Түсіндік па? Жақсы. Олай болса, кім тапсырмасын дұрыс орындады, өзіне тиісті балл қойып қояды. Кім барыс септігінде тұрған сөзді таба алды, кім сөз құрамына талдай алды, сол өзіне тиісті бағасын қойып қояды. Қойып қойдың ба? Өте жақсы, тамаша, Әнуар жарайсың. Бақа жауап бересің, бақы қойып. Өте жақсы, тамаша, Аяна. Жақсы, тамаша. Астыңызды бір ғана ісітмесеңіз дұрыс, Рамазан дұрыс орындағансың, астын ісітмесіз. Жақсы, барлығын өте жақсы, тамаша орындаған екенбіз. Өзіңізге тиісті бағамыз қойып қойдық па? Олай болса, келесі тақырыпқа тапсырманы көшірейік. Қандай барлығын? Екі бала жер болды, сәл шамалы шашап қалған шығармыз. Арымыз орнынан тұрып па? Самал шашаса, сел болады, я?
Жақсы балалар, аяқтап қойыңыз. Сонымен қайталап жіберейік. Бас типті қандай сұрақтарға жауап береді? Қол көтереді, жауап береді. Бақжан. Қандай сұрақтарға жауап береді? Ақбота. Ақбота. Жақсы. 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 Аяр. Қайда жақсы. Алихан. Жақсы. Қандай жалғауларын айтып жіберейік? Мағани. Арман. Жақсы. Жалғаулар. Жақсы. Жалғаулар. Жақсы. Тамаша. Жақсы. Яғни біз сіздермен барыс тектігінің сұрақтары және жалғауларын қайталап өттік. Олай болса, алдымен тақтадағы берілген жұмбақты оқып алайық. Бізге әдемілеп бәріміз бірге оқып, ішімізден. Бізге Ақбота дауыстап оқып бере ғой. Тақтаға қарап тұрып оқып бер, орнынан тұра ғой. Жақсы, енді мынаны әрине ол кім? Өрт сөндіруші. Енді жұмбаққа назар аударыңыздар, балалар. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін, тұншық сағатын кімге, қайсалмайтын батыр кім, жасқанбайтын батыр кім дейді. Ол әрине өрт сөндіруші. Бас тектігінде тұрған сөздерді анықтап беріңізші, кәнекей. Кім тапты? Сұрақ қоямыз. Сұрақ қоямыз. Дабылға жақсы. Арманды тапты ғой, дабылға қандай сұрақ қоямыз? Қайда? Қайда ма? Неге ма? Жасау ойланды. Неге? Дабылға. Жалынға сұрақ қоямыз. Жалынға сұрақ қоямыз. Неге? Жалынға келесі? Түнге. Тағы да? Неге? Түнге. Жақсы. Дабылға деген сөздің түбірі? Дабылға дегеніміз? Ға дегеніміз барыс тектігінің жалғауы. Келесі. Жалынға. Түбірі не? Дабылға дегеніміз барыс тектігінің жалғауы. Келесі. Түтінге. Түбірі? Е дегеніміз барыс тектігінің жалғауы. Ендеше осы жаттығуды жазып, жаңағы біз барып анықтаған барыс тектігінің түбірін табамыз, жалғауын тауып аламыз. Үстіне сұрағын қоямыз. Жақсы, көшіріп жазамыз. Көшіріп жазу барысында барыс тектігінде тұрған сөздерді таптық, біз анықтап алдық. Енді сіздер тек қана оның астын сызып, сұрағын қоямыз, түбірі мен жалғауын ажыратамыз. Түсіндік па? Тапсырма түсінікті ма? Жұмбақты көшіріп жазамыз. Барыс тектігінде тұрған сөзді анықтадық. Барлығын сіздермен бірге. Тек енді біз соларды астын сызып, сұрағына назар аударып, сұрағын жазып, түбірі мен қосымшасын ажыратамыз. Түсінікті ма? Жақсы, Нұртас болды, аяқтады. Тамаша, жарайсың, Нұртас. Аяқтадық па? Жақсы, аяқтаса, биыл балалар бізде
2025 жылы жұмысшы мамандықтар жылы. Яғни бұл өрт сөндіруші мамандық болу да оңай емес. Өрт сөндіруші болу үшін оған не керек біріншіден? Білім керек, сосын не керек? Батылдық керек, тағы не керек? Білім керек, батырлық керек, қорықпау керек, ерлік жасайды. Ол кез келген жағдайда күнде оның атқарып жатқан жұмысын ерлік деп санауға бола ма? Болады. Ол кісінің жасап жатқан жұмысын ерлік деп санасақ болады. Себебі кез келген жағдайда өртте жанып жатқан адамдар не істейді? Құтқарып алып шығады. Оған физикалық түрде дайындық керек, дұрыс айтасыздар. Психологиялық тұрғыда ол кісінің өзінің тез жылдамдық керек, және де ол өзінің жүрегі батыр болу керек. Кез келген адам жанып жатқан өрттің ішіне барып, адамдарды құтқарып шығара алмайды. Сондықтан көрдіңдер ме? Өрт сөндіруші мамандығы өте ерлікті, аса жауапкершілікті талап ететін мамандықтардың бірі екен. Сондықтан болашақта сіздер де өз мамандықтарыңызды дұрыс анықтап, дұрыс маман иесі болып, өрт сөндіруші сияқты өте жауапты жұмыс атқарады деген ойдарым. Түсіндік па балалар? Яғни әркім өзінің жұмысын адал, жақсы атқарса, кез келген жұмысты нәтижелі аяқтауға болады. Мысалы, өрт сөндіруші өзінің жұмысын нәтижелі аяқтаудың арқасында өртті сөндіріп, адамдар қайтеді, өрттен аман есен алып қалады. Дұрыс па? Жақсы, келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырма енді балалар бізде топтық тапсырма барлығымызда. Топтық тапсырма қазір мен сіздерге топтық тапсырманы түсіндіріп жіберейін. Яғни бірінші қатарда бірінші топ боламыз, екінші қатар екінші топ боламыз, үшінші қатар үшінші топ боламыз. Топтық тапсырма бірінші қатар сіздерге пазлдарды жинау керек болады, септіктерге байланысты. Сіздер бар септігіне байланысты пирамиданы құрастыруымыз керек. Ал сіздерге қазір класспен толтырасыздар, яғни өрт досымыз, өрт шауымыз деген класспен толтыратын боламыз. Ендеше орнымыздан бірінші тапсырма сіздерге беріліп отырасыңыздар. Бірінші топ мына жерге жиналсаңыздар болады, осындай жиналсаңыздар болады. Екінші топ сіздерге мындай жиналсаңыздар болады. Мына жерге жиналып, осы жерге жиналсаңыздар пирамида. Алып болды ба? Бірінші топ болды, екінші топ. Бірінші топ ба?
Kim bo'ldi? Bo'ldi ba? Bo'lamiz. O'z do'stimiz o'z javobimiz. Nega do'st ne istay olamiz? Tamam, sizlarni chiqnamiz. Tamam, sizlarni chiqnamiz. Yaxshi bo'ldi, hayotdan bak. Bir necha yozamiz, havo bo'ldi sizning yaxshi ishlaymiz. Tamam, durust. Çok oturmayız. Ben öz kolumuzda duramiz. Nasıl düşünür geliyoruz ya? Yaxshi. Hamdan. Yaxshi. Ondan sonra kapısında var. Olup ben. Tamamlar, yarayışlar. Hani? Tamamlar, yarayışlar. Verimiz katsızlar. Bir-birimizga ko'maklashishlar. Yaxshi tomosha jarayonlar. Ba'zan o'rinlar birga ijazatlar. Yaxshi, haqdan istay olamiz. O'zimizga qandaydir javob bo'ladi. O'rmon ayakta bo'lsa, yaxshi shu shtobda ayaqdaydi. O'rnimizdan turamiz. Endi bir-birimizni tindaymiz ya. Al, birinchi top. Fazlalarimiz bir chiqdimi? Qani sertifikatlarni taqib. Yaxshi tomosha jarayonlar. Sizlarga rahmat. Yana boshqa vaqtdaymiz. Ishlab olasiz. O'tiravizlar. Tomosha. Kelesi sizlar piramida pasta oldingizlarmi? Yaxshi, atamay qo'ying, buni qarab tekshirib chiqing, ya. Yaxshi, tomosha jarayonlar, shafovat. O'tiravizlar. Kelesi top bizga o'z do'stimiz, o'z javobimiz. Qanday joyda bizga o'z do'stimiz bo'lar ekan? O'zbek istay olamiz. O'rnamiz do'stimiz. Tamam, so'sin. Keyin yurtlik deymiz ya. Bolaliklar so'sin qabul istaymiz. Yaxshi, o'z qanday joyda javob bizga? Qabul istaymiz. Ormanda o'tgan, uyimizda o'tgan, shu o'tgan ya. Şimdi o bizim kocaman ortamızda ziyaret getirmektir. Yani o bizge şauda, dosta, yeki, bola, avat, yeki. Жақсы тамаша отыра ойыңыздар, сіздерге де рахмет жарайсыздар. Жоқ, әзірше жақсы, олай болса балалар, біз сіздермен бағалы парамызға өзіміздің тиісті бағамызды қойып отырмыз ба? Жақсы, олай болса біз соңғы тапсырмамызға жетіп қалдық. Қазір сіздермен барлығымыз қолымызға телефонымызды аламыз. Капот арқылы яғни тесттік тапсырма орындайтын боламыз. Бұл жерде балалар 5 тест тапсырмасы бар. Әркім өзі жауап беріп, тиісті ұпайын алатын болады. Содан кейін маған хабарлайтын боламыз. Түсіндік па? Telefonumuzu kolumuzға аламыз. Алдық па? Жақсы. Бастай қойыңыздар. Әркім өз телефоны бар, я? Болды. Болды, орындаймыз. Қарап барам. Жоқ, болып кетті, орындаймыз. Болды.
Atlarınızı yazalım ya. Adınızı yazalım ya. Жақсы балалар, аяқта орындап па? Аяқта орындаған болса, онда үй тапсырмасын тексеру. Тапсырмасын беріп жүрейік сіздерге. Үй тапсырмасын. Жақсы, әркім өзіне тиісті бағасын қойып алсын. Үй жұмысын тексеріп беріп жүрейік балалар. Үйге балалар, біз 49 шартымызды орындаймыз. Кейін сөздер көшіру арқылы бар сипаты тұрмасын жерді қайтсын боламыз. Енді балалар бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасасам, Әлинұр, яғни бүгінгі сабағымыз сіздерге маған барлық түсінікті болса, нәтижені басамыз. Маған бірнеше сұрағым бар болса, екінші нәтижені басамыз. Маған сабақ қиын болып десек, соңғы нәтижені басамыз. Орындау кері байланыс жасауға болады. Жақсы, баса қойыңдар. Баса бер, баса. Жай ғана басамыз.
Қашан болсын?